Армысыздар, құрметті көрермен, бүгін 5-ші қыркүйек аптаның ең маңызды һәм өзекті оқиғаларын қорытындылап назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз ерекше білім беруді қажет ететін балалардың мәселесі қаншалықты шешімін тапты. Ауылдарда қайтарылған активтерге мектеп салуда, қай ауылдың бағы жанында. Қазақстанды таңдаған шетелдік студенттер, оларды не қызықтырады? Ал оқушылардың ауыр сөмкелері ше, шешілмеген түйін бе? Елімізде заңсыз иемделген активтерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жалғасып жатыр. Қазірдің өзінде 318 миллиард теңге ел қазынасына түсіп, ол қаржыға 400-ден астам әлеуметтік нысан салынуда. Нақтырақ айтсақ, 162 жоба денсаулық сақтау саласында, 159 жоба сумен жабдықтау жүйесінде, 9 мектеп пен балабақша, сондай-ақ спорт нысандары салынып жатыр. Енді ауылдағы әрбір 6 жасар алпамыс атты бала сапалы білім алып, фильмдегіндей жуыну үшін суды тасып ішпей, үйінен таза ауыз суға қол жеткізетін күнге жетеді деген сөз. Мына судың неге керек екенін білесің бе? Мені шомылдырмақшы. Таң атпай мектепке қояды. Ертең 1 сентябрь. Ей, Ғалихан! Қазір! Сонымен қатар, әр ауылға таза су, әр балаға сапалы білім қағидаты аясында шалғай елді мекендерде дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік пункттер мен мектеп-интернаттар бой көтеруде. Жалпы осы ашылған ауыл мектептерінің жай-күйі жайлы әріптесіміздің сюжетінен көре аламыз. Қазақстандық оқушылардың 40% ауыл мектебінде білім алады. Елеулі көрсеткіш. Қоғамда қала мен ауыл балаларының білім деңгейі жиі салыстырылады. Дегенмен соңғы жылдары осы екі ортадағы сапалық алшақтық біртіндеп қысқарып келеді. Әрине, бір күнде деңгей теңесіп кетпейді, бірақ бағыт айқын. Бүгінде ауыл мектептері заманауи технологиялармен жабдықталып, қажетті ресурстармен қамтамасыз етіліп, оқыту әдістемелері жетілдірілуде. Соның нәтижесінде ауылдағы білім сапасы қала мектептеріне жақындай түсті. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан өте жақсы, құнды бағдарламалар іске асырылып келеді. Ол жаңағы мектептің инфрақұрылымын модернизациялау. Ол мынау жайлы мектептер бағдарламасы. Бұл дегеніміз интернет желісін кеңейту және де оның жылдамдығын жоғарылату, яғни қолжетімді қылу. Бір белгілі сандарды алып, статистика арқылы оның нәтижесін атап өтуге болады. Қазір олимпиадалардың өзінің бет-әлбеті өзгеріп келеді. Оның ішіндегі жеңімпаздардың, оның ішіндегі құрылымы. Немесе білім сапасының аймақтардың арасындағы ақырындап теңесіп орта бір жағдайға келіп жатыр. Немесе қала мен ауылдың арасындағы білім сапасының айырмашылығының жоққа шықпаса да бір қысқарып келе жатқан көруге болады. Ауыл мектептерін жаңғыртуға ерекше көңіл бөлінуді. Соңғы 4 жылда 4000-нан астам ауыл мектебінің материалдық техникалық базасы жаңартылды. Орын тапшылығы мәселесі де шешімін табуда. Елде 2019 жылдан бері 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1200 жаңа мектеп салынды. Соның арқасында 3 ауысымды мектептер саны 4 есе, апатты мектептер 2 есе азайды. Жаңа оқу жылы қарсаңында өңірлерде 115 мың оқушыға арналған 83 мектеп есігін айқара ашты. Оның 57-сі келешек мектептері ұлттық жобасы аясында бой көтерген. Осы жобаларды іске асыру мектептер мен интернаттардағы оқушы орындарының тапшылығын азайтуға, сондай-ақ апатты жағдайдағы ғимараттар мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мектеп құрылысы және инвестициялар тарту арқылы да жүргізілуде. 2024 жылы 92 мың оқушыға арналған 127 мектеп салынды. Барлық жобаларды ескере отырып салынған мектептердің ең көп саны Астана, Шымкент қалалары және Түркістан облысына тиесілі. Мәселен, 2024 жылы елордада 24 мектеп пайдалануға берілді, оның 16-сы жайлы мектептер. Бұл 20 мың оқушы орны тапшылығын жоюға мүмкіндік берді. Бұл жұмыстардың нәтижесін білім инфрақұрылымын қолдау қорының бастамалары да толықтыра түсті. Президенттің тапсырмасымен құрылған қорға жемқорлардан тәркіленген қаражат бағытталды. Оның есебінен 100 мың оқушыға арналған 89 мектептің құрылысы қаржыландырылған. Қазіргі таңда 75 мың оқушыға арналған 61 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Бұдан бөлек 3300 оқушыға арналған 5 мектеп пен 1 интернаттың құрылысы жүріп жатыр.
Осылайша бүгінде 3000 мектеп бір ауысымда, ал 5000-нан астамы 2 ауысымда жұмыс істейді. Жыл соңына дейін 140 000 оқушы орнына арналған тағы 111 мектептің құрылысы аяқталады. Жоғарыда аталған жобаларды іске асыру көптеген өңірлерде 3 ауысымды оқытуды жоюға және оқушы орындарының тапшылығын қосымша 150 000 орынға қысқартуға мүмкіндік бермек. Жаңағы 6 жасар Алпамыс мектепке барат киносындағы Мұнар атаның мына бір сөздері баршамыздың есімізде шығар. Дүниенің бір бұрышында құстар өз ұясын салып, балапандарын ұшырып жатыр. Екінші бұрышында қыз сүйген жігітін күтіп отыр. Ал біреулер сапары шегіп барады. Оқысаң соның бәрінің сырын білесің. Ұлттық құндылығымыз әр баланың сапалы білім алуы. Ешбір бала қараусыз қалмау керек деп айтамыз, алайда өмірде керісінше мысалдарда жиі кездесіп жатады. Бүгінде тек елордада ғана ерекше білім беру қажеттіліктері бар 16 527 бала бар екен. Олардың сапалы білім алу үшін арнайы кабинеттер мен ресурстық орталықтар ашылып жатыр. Дегенмен, бұл салада шешілмеген мәселелер шаш-етектен. Арнайы педагог мамандардың тапшылығы, инфрақұрылымдағы олқылықтар мен қолжетімділік жайы әлі де өзекті болып отыр. Жалпы инклюзивті білім қаншалықты жүйеленген? Осы сауалға тілшіміздің бейне материалы жауап береді. Ерекше балаларды қатарынан бөліп жармай ортаға сіңістіру керек. Бұл әлем елдерінде кеңінен пайдаланатын практика. Аталған үрдіс Қазақстан мектептерінде де қолға алынып жатыр. Мәселен, Астанадағы 91-ші мектеп гимназиясында ерекше балалардың білім алып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін дамытып, спортпен айналысуына арналған орталық ашылған. Мұнда балалар мен кәсіби дефектологтар, логопедтер, психологтар және өзге де мамандар жұмыс істейді. Онда әр баланың жеке ерекшелігін ескере отырып, оқу процесін бейімдеуге және баланың әлеуетін толық ашуға бағытталған көмек көрсетіледі. Ерекше білім беру қажеттілігі балаларды әр мектеп алуға міндетті. Егер де ол сол мектепке ауданға қараса, біздің мектептің ауданына қарайтын 41 оқушы, біз сол 41 оқушыны алдық. Мектепке келіп оқиды. Өйткені біз бұндай балаларды жеке даралатпаймыз бұрынғыдай. Балаларды, яғни әлеуметтендіруге бейімдейміз, оқушылармен жұмыс жасауға, оқушылармен жаңа коммуникация жасауға бейімдейміз. Ерекше балалар болғаннан кейін олардың өнерлері бар. Оның ішінде музыкаға қабілетті 2 оқушымыз бар. Ол қалалық конкурсқа қатысып, 1-ші және 2-ші орын алған, және бұндай балалар суретке бейім балалар бар. Алаңда емдік дене шынықтыру аймағы, сенсорлық бөлме, ойын және демалыс бұрыштары, сондай-ақ ерекше қызығушылықтарды дамытатын қыш құмыра жасау шеберханасы да бар. Сонымен қатар балалармен жеке және топтық форматта жұмыс жүргізуге арналған арнайы оқу кеңістіктері де қарастырылған. Во время сказкотерапии ребенок раскрывается. Ерекше балаларға ертегі терапиясын өткізген дұрыс, соның арқасында бала ашыла түседі. Яғни ертегі тыңдап өзі ойдан құрастырған сәтте оның бойындағы күйзеліс сыртқа шығады. Балалар көп мәселені іште сақтайды ғой, сол себепті біз тиімді тәсілдер арқылы балаларды позитивке бағыттаймыз. Оқу ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстандағы мектептердің 86%-ында инклюзивті білім алу үшін жағдай жасалған. Жалпы саны 1051 мектепте инклюзивті білім беруді қолдау кабинеттері жұмыс істеп тұр. Мектеп тақырыбын жалғастырайықшы. Қазіргі кезде оқушыларға қатысты талқыланып жүрген мәселелер аз емес. Ата-аналардың біразы ауыр сөмке баланы ауруға шалдықтырады десе, енді бірі үй тапсырмасын үйіп төгіп, мектептен тыс уақытта оқушының миын аштудың еш қажет жоқ деп санайды. Яғни бала сабағын тек мектепте ғана оқысын, үйдегі бос уақытында үйірмелерге қатысып, денсаулыққа көңіл бөліп, бір мезгіл ойынға да уақыт табу керек деп есептейді. Дегенмен бала саулығы үшін мектеп сөмкелерінің стандарттық салмағы қандай, өзіндік бекітілген нормалары бар ма? Осы сұрақтардың жауабын тілшіміз тауып көрді. Астаналық Бақтияр Қожахмет 4 баланың әкесі, ол үшін мектепке баратын сөмкенің салмағы күнделікті ең үлкен проблема. Кітап тым көп, баланың да ата-ананың да мойнына түскен жүк ауыр дейді. Салмақ көп, балаларға сөмкесі біріншіден ауыр болады. Одан кейін керексіз мамандықтар да көп ішінде. Екінші сыныпта оқитын қызымызды жұбайымыз екеуміз шулап жүріп әрең орындаймыз тапсырмалар. Ол бала түгілі өзіміз әрең соны түсінбейміз. Салмағы ауырлау енді. Өзі ойым ауырлау. Енді 5-ші сыныптан бастап оны көтере алады. Оға дейін бастауыш 4-ке дейін салмақтары өте ауыр. Көп көреміз ғой. Көтеріп жүре алмай баратқандар.
Ата-аналардың айтуынша балалар тек ауыр сөмкемен ғана емес, ауыр бағдарламамен де жүреді. Қосымша тапсырмалар, күрделі есептер, тіпті ағылшын секілді курстарға бару міндеттелгендей. Мұндай қысым баланың оқуға деген ынтасын азайтып жатыр. Ауыр. Міне, сенбесең көтеріп көрші. Ауыр балдардікі. Не деп айтамыз, енді бәрін апару керек мектепке. Алып кел деген кітабын апарам. Қазіргі программалар қиын дейді, балалар вообще үлгере алмайды. Еще андай қосымша тапсырмалар көп береді балаларға қазірше. Еще балаларды да андай уже миын шаршатып жіберген ғой негізі. Еще курстарға қатысу керек, ағылшын, анау-мынау деген сияқты ғой. Өйткені балалардың сумкасы кітап көп алып барады. Ол сумканы көтере ма, сабаққа бара ма, оның бәрі жағы қиын. Одан кейін программалардың бәрі ауысқан, бәрі қиын. Қазіргі балаларға оқу жағы қиындау сияқты. Мәселен, халықаралық стандартқа сәйкес бастауыш сыныптағы баланың сөмкесінің салмағы баланың салмағының өзінің шамамен 10-15% ғана құрауы қажет. Яғни, баланың салмағы шамамен 30 келі деп есептесек, оның сөмкесі максималды түрде 3-4 келіден аспауы қажет. Ал Қазақстанда құжат жүзінде шамамен дәл бастауыш сыныптағы баланың сөмкесі 700 граммен 1 келіге дейін деп көрсеткен. Ал іс жүзінде дерек мүлде басқа. Ата-аналардың айтуынша, олардың сөмкесінің салмағы 6-7 келіні құрайды шамамен. Яғни халықаралық стандарттан 2 есе көп. Дәрігерлер мұндай жағдай омыртқаға, белге және жалпы денсаулыққа зиян екенін ескертеді. Мамандар мәселені шешу үшін мектептерге шкаф орнатуды, электронды оқулықты көбірек пайдалануды және артық кітапты тасымауды ұсынады. Білім жүйесіндегі артық салмақ тек сөмкеде емес, жалпы бағдарламаның өзінде де бар. Қазақстанда 7 миллионға жуық оқушыға 400 мыңнан астам мұғалім сабақ береді. Сарапшылардың пікірінше бұл тым көп. Дидар Мардановтың айтуынша, пәндер саны қысқартылса, мұғалімдер санын 2 есеге азайтуға да болады. Өйткені артық пәндер балалардың білімін тереңдетпейді, керісінше үстірт қылып отыр. Мысалы, бізде бір проблема бар. Мемлекетте бір экология жағынан, суицид жағынан, және де тағы тазалық жағынан, бір финансовый грамотность жағынан бір проблемалар болса, олар біз осындай сабақ енгізейік мектепке. Осы сабақты енгізсек, бұл проблемадан біз құтыламыз деп ойлайды. Олай жүйе үйтіп жұмыс істемейді. Неғұрлым сабақты көп болса, неғұрлым соғұрлым бала оқытысы келмейді. Өзінің деген оқуға желаниясы бәрі деген кетіп қалады. Қазақстандағы ауыр сөмке тек физикалық проблема емес, білім жүйесіндегі үлкен кемшіліктің көрінісі. Бізде қағаз оқулықтарға тәуелділік әлі де жоғары. Қазір әлемнің дамыған елдері ауыр кітаптан әлде қашан бас тартқан. Мысалы, Эстония мен Финляндияда оқушылардың 80% негізгі оқулықтарын цифрлық форматта пайдаланады. Бала сөмке емес, планшет көтереді. Бұл тек салмақты азайтпайды, білімді де заманға сай қылады. Екінші мәселе мұғалім сапасы. Мұғалім саны көп болғанмен оқыту сапасы жоғарыламайды. Керісінше артық есеп қисаппен қағазбастылық мұғалімді қажытады. Оған еркіндік берілмейінше білім сапасы көтерілмейді. Ең бастысы, әр пәнді көбейтіп, әр проблеманы жеке сабақ енгізумен шешу қате жол. Баланы оқуға қызықтырудың жалғыз амалы бағдарламаны ықшамдап, артық пәндерді алып тастау. Цифрландыруды жеделдету және мұғалімге сенім арту. Сонда ғана Қазақстанның мектебі сөмкені де баланың да санасын жеңілдетеді. Айта кетейік, оқу-ағарту министрлігі былтыр барлық оқулықты цифрлық форматқа көшірдік деп мәлімдеген. Алайда планшет арқылы қағаз кітапты толық алмастыру тәжірибесі тиімді болмай жоба уақытша тоқтатылған болатын. Сондықтан әзірге оқушылар ауыр сөмке тасуға мәжбүр. Тағы бір білімге қатысты жаңалық. Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында білім алып жатқан шетелдік студенттердің саны рекордтық көрсеткішке жетіп 32 мыңға жуықтады. Сондай-ақ ел тарихында алғаш рет Азия елдерінен ағылған білім алушылардың саны ТМД-дан студенттердің санынан асып түскен. Қазір отандық университеттерде 93 елдің азаматы оқып жатыр. Бірақ жауапты министрліктің айтуынша бұл жерде бір шикілік бар. Әріптесіміз жауабын берді. Бұл Бельгиядан Қазақстанға оқуға түскен
Джейн Ромбаут. Ол аударма ісі мамандығы бойынша Алматыдағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде білім алып жатыр. Қазақстанда өткізген 7 ай ішінде қазақ тілін үйренген. Қазір қазақтармен емін-еркін сөйлеседі. Тіпті есімін де қазақшалап алған. Достары оны көбінесе Стейн емес Сырым деп атайды. Сырым әлеуметтік желіде де белсенді, қазақтың салт дәстүріне қатысты контент жасайды. Бүгін таңғы 4-те оянып, қайынды көліне жолға шықтым. Ерте тұрған қиын болды, бірақ автобуста көп ұйықтап алуға уақытым болды. Алғашқы аялдама Қарашатқал. Маған жалпы Азия өте ұнайды, әсіресе Орта Азия. Және мен бұрын Бельгияда Қытай тану бойынша оқыдым. Қытайда да 1 жыл оқыдым. Сосын мен Орта Азияда оқығым келді, себебі маған өте қызық, бірақ болашағым үшін Қытай тілі өте пайдалы болады деп ойладым. Сол үшін Қытай тілін үйрендім. Бірақ Қазақстанда барлық сабақтар қазақша оқытылғандықтан қуаныштымын, себебі бір мезетте Қытай тілі және қазақ тілі үйренудің мүмкіндігі бар. Менің мақсатым қазақша дұрыстап үйрену. Сол үшін тіл маған ең маңыздысы, ал сол үшін келдім. Қазақстанда көп универ зерттедім, және мен үшін Абылайхан университеті оқу ақысы болады. Негізі маған қымбат, бірақ болады. Бірақ басқа универлер, мысалы Кимеп, Әл-Фараби негізі өте қымбат. Меніңше 1 миллион шамамен. Бірақ елге келгендердің бәрі білім қуып келмейді, арасында табыс көзін іздеп жүргендер де бар. Мәселен, Бангладеш азаматтары студенттік виза рәсімдеп, кейін жұмысқа орналасқан жағдайлар тіркелген. Ал Ауғанстаннан шыққан азаматтар Қазақстанда Еуропаға өту үшін транзиттік ел ретінде пайдаланған. Еске салсақ, шілде айында Астанадағы оқу орындарының бірінде полицейлер шетелдіктерді заңсыз тіркеу схемасын анықтады. 2 қызметкер 68-ден астам шетел азаматына жалған оқу шақыруларын рәсімдеп, оқу процесін қолдан ұйымдастырған. Осы құжаттар арқылы шетелдіктер елге кіріп, Алматыда заңсыз жұмыс істеген. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек студенттік виза берудің қатаңдайтынын хабарлады. Қазақстан халықаралық тәжірибені ескере отырып, студенттік визаларды тек білім алу мақсатында беруге ұмтылады. Бірқатар елдерде тым либералды ережелер еңбек миграциясының артуына немесе транзиттік көшуге пайдаланылған. Сондықтан шетелдік студенттердің Қазақстанда жайлы әрі ыңғайлы болуын қамтамасыз ететін ашық әрі түсінікті жүйе құру маңызды. Мұндай қадам шетелдік студенттер үлесін арттыруға және заңсыз көші-қон тәуекелдерін азайтып, ашықтық пен жауапкершіліктің арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді. Студенттік виза беруде не өзгереді? Енді олар бір реттік супервиза алып, бұрынғыдай жыл сайын мерзімін ұзартып отырмайды. Бірақ студенттің жеке басы берген мәліметтер мен құжаттарының түпнұсқалығы тексерілген соң ғана беріледі. Процестер толық цифрланады, виза рәсімдеу онлайн форматқа көшіріледі. Тағы бір қатаң өзгеріс, мәліметтер базасы бірігеді. Шетелдік студенттің ел ішінде жүріп тұрғанын бақылау үшін білім және ғылым, ішкі істер, сыртқы істер, ұлттық қауіпсіздік комитеті және басқа да мемлекеттік органдардың жүйелерінде білім алушының жеке деректері анық көрініп тұрады. Енді қатаңдықтан мүмкіндікке көшеді. Егер шетелдік студент қабілетті, дарынды болса және Қазақстанға пайдасы тиетін маман ретінде танылса, оған елде тұрақты тұруға рұқсат беріледі. Ал сіз бұл өзгерістерге қалай қарайсыз? Пікір жазуды ұмытпаңыз. Құрметті көрермен, соңғы күндердің ең өзекті жаңалықтар осымен аяқталды. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Арнамызға жазылып, пікір қалдырып отырыңыздар.